Бауырлар, мен оқитынысы, ол екінші Қорынтықтан хат, 13-ші тарау, 11-ші аят. Соның ішінен бір-ақ сөз оқимын, бір-ақ сөз. Жігерленіңдер. Осындай сөз. Жігерленіңдер. Елші Паул осы Қорынтықтан хатта көп мәселелер көтереді. Егерде соның бәрін айта кететін болсақ, Қорынтықтан хатта өте көп қиыншылықтар болды, өте көп. Қорынтықтан хатты оқитын болсақ, бірінші хатта да, екінші хатта да елші Паулдың өзіне қатты қиыншылықтар болды. Сол қиыншылықтарды елші Паулдың өзі жеңіп шығу керек болды. Қандай қиыншылықтар? Әсіресе елші Паулдың көрген қиыншылықтар ол жазып кетеді, неше түрлі қуғын-сүргін көреді, таяқ жейді, аштық көреді, тоңған күндері де бар, сатқындық көрген күндері де бар, суға батқан күндері де бар. Ораза тұтып, қаншама сыйынып, сондай жылап, сыптап, сондай қатты қиыншылық көрген күндері жетеді. Мына қызметкерге ең қиыны, мына Құдай халқының егер Құдайдан алшақтай бастаса, ең қиыншылығы сол. Сол Құдай халқы қорлық көре бастаса, қатты қиыншылық көре бастаса, қызметкерлер көп қиналады. Сосын қызметкерлер қиналады, егер Құдайдың халқы көп күнә жасай бастаса да қинала бастайды. Құдайға мойынсынбай, бүкіл пайғамбарларды қарайтын болса, көне өсиеттегі бәрі сол Құдай халқы үшін ауыртпалық азап шекті. Сол Ишая пайғамбар айтып жатыр ғой. Арамен талдың арасында салады да кесіп өлтіреді, арамен өліп тастайды. Неше түрлі қиыншылық көп. Соның бәрі Құдай халқы үшін. Бірақ сенушілер, нағыз сенушілер, жаңа айтып жатыр ғой, бірінші уағыз естідік қой, айырмашылықты. Өйткені ол жерде қиыншылық көрген сенушілер бәрі Құдайдан безіп кетті ғой, діни қызметкерлерде күнә жасап жатыр, халықта күнә жасап жатыр, ақсақалдарда, ақсақал деген сол халықты кезінде басқаратын әкімдері сол. Солардың өздері күнә жасап жатыр. Соның арасында бір азғантай ғана адамдар қалған, бір Құдайды қастерлейтін. Солар өте қиыншылық көрген. Сол қиыншылықтарға төтеп беру үшін бауырлар біздер жігер алуымыз керек. Жігер міндетті түрде сол қиыншылық көрген уақытта керек. Басқа уақытта жігер алудың керегі жоқ ол. Бәрі күшті болып жүрген уақытта ол бізге не жігері керегі бар ол? Онан да біз емін-еркін жүре береміз. Жігер алу сол мықты сынақтарда, сол қиыншылықта керек. Бауырлар, егер де Құдайдың Исаға сенушілер, Исаның соңынан ергендер сол жігер алмайтын болса, өмірлерінде жігер алу уақыттары болмаса, бұнда кішкене қиындау да, ол қалай? Сен сонда өмірің бәрі мынандай. Айтады ғой, түп-түзеу, ешқандай қиыншылықсыз өтіп жатыр ма немене? Қалай ол сонда? Бұрында мен бір бауырлар маған айтатын еді, сыйынып атады, о, Құдай рахмет, сен мені жазалағаныңа, деп. Сондай ойларды естіген уақытта мен ойлайтын, мұнан қалай Құдай жазалайды екен, мен жазалап атқан жоқ қой. Неге білесіздер ме, неге мен ондай ойдан қорқатын едім? Өйткені Құдай айтқан, мен өзімнің балдарымды мен жазалаймын дейді. Өзіміз емес, өзімнің балам болмаса, мен оны жазаламаймын дейді. Сонда мен ойлайтын, сонда мен Құдайдың баласын бесіп, мені неге жазаламайды деп. Сөйтіп, қатты қиналатын емес, сол ойлайтын деймін, Құдай жазалау деген бір нәрсе болу керек сияқты да, бір жақсылап Құдай сені ұру керек, бір жерін сынуың керек, ямаса бір жерін сондай. Сөйтіп ойлайтын бір кәдімгідей, міне Құдай ұрды деп, соны күтетін емші мен. Бірақ өзім қорқам содан, Құдайым сақтай берсін, ұрмай-ақ қойшы дейтін едім. Бірақ соны түсінбейтін емші. Бірақ содан кейін бар, қазақша бізге аударма келді ғой.
қазақшаны оқи бастағаннан кейін барып түсіндім. Қазақшада еврей хатта дейді, ауыртпалық тудырып дейді. Сол уақытта мен айттым, онда түсінікті, ауыртпалық менің басымнан асып отыр. Жерет. Яғни сонда мен қуанған бар, Құдай маған, мен Құдайдың баласымын. Құдай мені тәрбиелеп жатыр. Бастарына ауыртпалық туғызып тәрбиелеп, сода мен қатты қуанғаным бар. Мен не алдым сонда қуанғанда, бауырлар? Жігер алдым. Құдайдың баласымын мен. Әрбір сенуші, шынайы сенуші, өмірінде осындай болу керек. Өткен сенушілердің өмірінде көп қиыншылық бар. Өткені жаңағы бізге аспан патшалығына кіру үшін дейді, көптеген ауыртпалықтармен кіреміз деген. Бірақ сол қиыншылықтардан біз, басымызға қиыншылық түскен уақытта, біз содан жігер алып, соны жеңіп шығуымыз керек. Одан жаңа түңіліп кетіп, Құдайдан безіп кетпеу керек. Қара түнек болып кетпеу керек біздің айналамыз. Түсінікті ме? Құдай қайда? Құдай тастап кетті. Мынау бітпейтін бітті енді. Құрыдым. Олай ойланмауымыз керек, бауырлар. Қайта жігер алып, нұр көруіміз керек. Жарық нұр көруіміз керек. Бір күні Дәуіттің өмірінде сондай жағдай болады. Сикалак деген жерге барып тұрады ғой, ол неге білесіңдер ме, неге Сикалак жерге қашып кетті ол? Өйткені ол ойы кішкене өзгере бастады. Мен бәрі Саулдың қолына түсем, сосын өлем деп ше. Қайта Құдайдан жігер ала беріп жүре берудің орнына ол Сикалакқа кетіп қалды. Қашып кетті бұл айтқан уақытта. Шаршады ол. Мына арпалыстан шаршады да, сол адамдармен бірге қасында бауырлары бар. Сол бәрі қашып, әкесін алып, сол кетті сояққа қарай. Сол уақытта оның Сикалакқа жаулар шауып, әйелін, бала шағасын, бәрін, қасындағы жауынгерлердің баласын бәрін айдап алып кетті. Сикалакты отпен жағып жүрді. Сол уақытта өте сондай түңілетін уақыт келеді Дәуіттің өмірінде. Соны оқыған уақытта, бауырлар, сол Дәуіттің өміріне түңілетін уақыт келген уақытта, бірінші патшалар жазбасы ғой, бауырлар. Соның ең соңғы жақтарында. Жылай береді, олар отырады да, түңіліп кеткен адам білесің бе? Бүкіл жауынгерлері жылай береді. Тіпті алады да Дәуітті таспен атып өлтіргісі келді. Дәуітті таспен атқылап өлтіреміз десті дейді. Осылайша Дәуіттің жағдайы аса қиын болды дейді. Сондай жағдай қалып кетті Құдай. Аса қиын болды дейді Дәуіттің жағдайы. Енді екі жақ бар. Или сен өлесің, немесе сен өлесің, сөйтіп жылап, сені өлтіреді. Болмаса сен басқа жеңімпаз болып шығуың керек. Сол уақытта былай жазылған. Алайда ол, Дәуіт, Құдай иесіне сыйынып, одан қайрат жігер алды дейді. Ары қарай білейді. Содан Дәуіт Ахиманың ұлы Абиатардан басты қызметкердің жеңсіз сырт киімін алып келіңіз деп өтінді. Діни қызметкер оны әкелген соң Дәуіт жаратқан еден, шапқыншы әскердің соңына түсейін бе? Оларды қуып жете аламын ба? Деп сұрады. Жаратқан еден жауабы мынау болды. Соңына түс, қуып жетесің, құтқарып таласың дейді. Қараңыздар. Қай уақытта сенуші жігер алады, бауырлар? Құдайға сыйынып, Құдайға үміт артқан уақытта. Мына естеріңізде бар ма? Төрт адам әбден төсек тартып жатып қалған өзінің достарын алып келеді. Төбені ашады, жалпақ төбесін ашады, содан адам түсіреді. Сол уақытта олардың жағдайын қараңдаршы, сол төрт адамның. Қандай ол біреудің төбесін алды да бычыт қылды. Енді сені ашқаннан кейін дым пайда болмаса не болады ойлаңдаршы? Біреудің төбесін ашып тастады. Не болатын еді? Бірақ Иса олардың сенімін көріп айтады. Жігерлен балам дейді. Сенің күнәларың кешірілді дейді. Ана жатқан адамның ойын қараңдаршы, қаншама қиналып жатыр.
Ол өзінің күнәсіне өкініп жатады ғой. Өйткені Иса сразу айтады, оған солай айтады, күнәларын кешірді дейді. Егер басқа нәрсеге өкінген болса, онда Иса басқаша айтар еді. Жігерлен балам, сенің күнәларың кешірді дейді. Мен ойлаймын, ол түсінді, ол адам жатқан, төсек тартып жатқан түсінді деп ойлаймын. Сол күнәнің кесірінен азап шекті мен осы, өмір бақи осы жатқан себебім сол деп. Сол енді Иса мені күнәмді кешіре ме екен, мені жазып ала ма екен деген ой келді оған. Сонда Иса ең бірінші айтады, жігерлен балам, сенің күнәң кешірді дейді. Құдайға келген адам міндетті түрде жігер алады. Бауырлар, Құдайға шын жүректен сенім артқандар міндетті түрде жігер. Дәуіт Құдайға сыйынып, қайрат жігер алды дейді жаратқан неден. Қайрат жігердің көзі, бауырлар, Құдай. Сондықтан біз Құдайға келуіміз керек. Құдайдан жігер алуымыз керек. Ана әйелді айтады. 12 жыл бойы ауырған әйел, 12 жыл бойы. Бүкіл жиған терген дәрігерлерге шашып, ешқандай пайда көрген жоқ. Қазір сондай заман, білесіздер ме? Қазір ауру тек дәрін сатып ала береді. Адам бар ғой қазір. Кез келген адамға ақшасын төлеуге дайын, тек жазып алшы болды, тек өтірік емдемеші деген сияқты. Қазір бизнес қой, білесіздер ме? Қазір медицина дәрігердегі бизнес болып кетті. Аптеканың бәрі топ тұр. Көбейіп жатыр аптека. Аптекке сосын налог жоқ. Алым салық жоқ. Сосын неге? Жалғыз жеке емес мәселе. Оның ажары тұңғиығы бар оның. Түбі бар оның. Жазылмайтын дәрі ол деген, білесің бе? Сен жазылмайсың тек. Аурудың бетін сипалап қояды да бүйтіп. Қызыл лампочканы алып тастаған сияқты. Май бітті деп жанып тұрады ғой соны. Бетін емдейді де, ажарын ауруды емдемейді. Сондықтан адам аптекеге шаба береді, олар қыруар ақша. Бір барады 5 мың, бір барады 10 мың, 15 мың. Сөйтіп ақшаны тастап кетіп жатыр. Енді мына әйелде солай, дәл сол уақытта да сол бір бәрін құртып келген ғой енді. Шапанына қолым тигізсем болды дейді. Сонда иеміз айтады, жігерлен қарындас дейді. Жігерлен қарындас, сенімің арқылы құтқардың дейді. Құдайға сенім артатын болсақ, бауырлар, біз міндетті түрде жігерленеміз. Бірақ ол жігерлену біздің өмірімізде болу керек. Мен соны айтқым келеді. Біздер жігерді қаяқтан іздейміз, адамнан іздейміз бе? Кімнен іздейміз, бауырлар? Біреулер бар жаңа, пресвитерге шалады. Содан жігер алғысы келеді. Бірақ пресвитер жігер бермейді. Жігер берсе, ол Құдай сөзімен ғана жігер алады. Өйткені жаңа діни қызметкер өзі жігер алу керек, ауру адам келіп тұрған уақытта, мәселесін айтып тұрған уақытта. Мысалы, маған келеді ғой талай адамдар. Мен мынандай уақыттарым болды жаңа, не айтарымды білмейсің. Өзің анаң уайым қайғысына кіріп кетесің де, өзің оның жырғың түсіп кетеді ол жерде. Өзің уайым қайғы түсіп кетеді, өзің жаңа көңіл күйің түсіп, көмектеседі, күшің жоқ қой, сен адам баласысың ғой. Саған келген адам сенен күтеді, жігер берші дейді. Я болса мені жігер керек. Жігер беру үшін сен өзің жігерлену керек. Мына елші Паул Коринтықтарға хатта ол өзі жігер алып отты. Қараңыздар, иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз. Жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол бізді барлық азаттарымызда жұбатып жігерлендіреді. Осылай Құдайдың өзімізді жігерлендірген жұбанышы мен біз де әртүрлі қайғы қасірет шегіп жүргендерді жігерлендіре аламыз. Құдай жібереді, жол береді. Енді Құдайдан жұбаныш алу керек, жігер алу керек. Сонда ғана біз жігерлендіре аламыз. Балдарымыз келеді, жылап. Немен жігерлендіресіз? Қазір барамда мына мысалы, балаларымды ұрып келеді, бір ұрып жүреді. Сен не деп жігерлендіресің? Сасыра балам, барам, тұмсығын бұзамын. Ол жігер бере ма, не береді? Жігер береді. Ондай сөз міндетті түрде жігер береді. Бірақ қандай жігер болған? Дұрыс па, дұрыс емес па? Бәрінің тұмсығын бұзады емес, сен анаң әкесі боксер болса, бітті онда, сенің тұмсығын бұзылады онда. Олай жігер бермейсің ғой. Басқаша жігер беру керек.
мәңгілік аппаратын жібермеу керек. Құдіретті Құдайдың күшімен жібермеу керек. Құдіретті Құдайдың сөзімен жібермеу керек. Елші Паул сонда айтады, жігерленіңдер дейді. Бүкіл қоңырлықтардың қателесін бәрін айтып келеді де, бүйтіп айтады, кейбіреулер тіпті Құдайды білмейсіңдер дейді. Біреулер жаңағы осындай некадалдығын бұзатын күнәлерден арыла алмай жүрсіңдер дейді. Біреуің осылай Құдайға бағынбай жүрсіңдер дейді. Әйел адамдар деген, сендер деген күйеулеріңе мойын сұнбай мына қауымды айқай-шу шығарып жүрсіңдер дейді. Қауымды басқарулармен білесіздер ме? Ана қоңырлықтар әйел адамдар басқарғысы келген. Орамал тақпаймыз, қауымда үйретеміз. Сөйтіп шыққан, сондықтан елші Паул айтады, қауымда әйелдердің аузы жабысын дейді. Әйел атауды үндемесін деген. Неге ол айтады? Өйткені ол жерде тыныштық болмаған сол. Енді сондай жағдайларда енді сөйтіп айтып берді де, енді ойлаңдаршы, қаншама жүкте түсіріп тастады. Қараңдар, сендер осындайсың. Оны көзі ашылған адаммен бітті құрдық дейді ғой, құрдық дейді онда. Қаяқтың сенушіміз біз дейді. Бірақ айтады, жігерленіңдер. А немен жігерленеміз? Міне Құдай бізді жігерлендіреді. Соған ұмтылыңдар дейді. Сол әрқайсымыз, бауырлар, біздің өміріміз Құдаймен жігерлену керек. Адамдармен емес, Құдаймен. Бауырлар, жігер алу деген Құдаймен қарым-қатынасқа келіп, Құдайдың еркін білу. Неге Құдай маған осыны жіберді екен? Құдай маған ұлы нәрсе дайындап қойды. Соны көріп, содан жігер алу. Егер Құдайды көрмесек, бауырлар, адамды көретін болсақ, анау бүйтті, мынау мойынға мініп алды, анауды бүйтіп жатыр, міне әйелім деген тіпті күйеуге бағынбайды, шаршатты мынау қатын деп. Сөйтетін болса, онда ешқандай жігер жоқ, бауырлар. Бастық таусылмайтын бастық, ауысып жатыр, ақшаны тауып жатыр, ұрлап жатыр, бір нәрсе істесе, еш уақытта жігер болмайды, бауырлар. Еш уақытта. Өйткені біз Құдайды көрмейміз, адаммен күресеміз. Киелі жазбада былай жазған, біздің рухани күресіміз адамдармен емес дейді. Қан мен тәнмен емес дейді. Рухани күштермен дейді. Рухани күштермен. Яғни біздің күресіміз рухани. Яғни әрдайым рухани көзіміз ашық болып, Құдайдан жігер алуымыз керек. Соны түсіне білсек, бауырлар, біз бақытты жандармыз. Түсінген бір болу керек. Екінші сеніммен қабылдау керек. Үшінші соған үйренуіміз керек, Құдайға үміт артып. Мына Дәуіт Құдайға үміт артып үйренді. Құдайдан сұрап үйренді, Құдай қаяққа барайын? Мынаны қалай шығайын? Әрдайым Құдаймен қарма. Енді нағыз қиыншылық, қате жасағанның өзінде де қиыншылық тапқан уақытта ол жігер алу ат шықты. Менің уайым қайғым осы, бауырлар. Біз күнде-күн Құдайдан жігер аламыз ба, жігер алмаймыз ба? Жігер аламыз ба, жігер алмаймыз ба? Ауырғанда, ақша таусылғанда, қиыншылық көргенде, бізді біреу түсінбегенде, бізді біреу ренжіткен уақытта, жақындарымыз ауырып жатқан уақытта, тіпті өлейін деп жатқанда да, біз жігер аламыз ба, жігерлеміз ба, Құдаймен соны алып көрдік па? Ең маңыздысы сол. Әлде Құдайдың қолынан келмей ме ол? Мен ойлаймын, Құдайдың қолынан бәрі келеді. Мәселе бізде. Құдай мына жетеді, бауырлар, жетеді. Бүкіл сенушілер, нағыз шынайы сенушілер Құдаймен сол қарым-қатынасы келіп, неге мына Ишая пайғамбар сол өлімге дейін барды? Мен ойлаймын, Құдайдан жігер алды. Мына Еврейлердің хатты оқитын болсақ, 11 тарауда. Біреу жаңа ешкінің терісінен киініп алып дейді, айдалада қан қылып жүрді дейді. Қаяқтың жігері? Жоқ, жігер алды. Жаңа Малахияның кітабында да, Құдайдың алдында кітаптар жазылып жатыр. Көресің, ертең Құдай саған айырмашылықты көрсетеді. Қазір көрмесең, ертең аспанға барғанда көресің. Сондықтан, бауырлар, біздер жігер алуға үйренуіміз керек. Құдай, қайдасың сен? Гедеон жігер алды. Періште келіп айтып еді, Гедеон жігер алды. Гедеонға деді, осы күшіңмен бар дейді. Жігер алды ма, бауырлар? Жігер алды. Құдаймен жігер алу керек. Құдіретімен жігер алу керек. Егер біз жігер алуға үйренбесек, бауырлар, онда еш уақытта біздер жаңа Құдайдың кереметтерін көрмейміз, құдіреттерін. Бауырлар, тек қана Құдайда ғана біз нағыз жігер аламыз. Сол жайында сыйынайық, бауырлар. Амин.